Өткен 7 айда Шымкентте 300-ге жуық есірткіге қатысты қылмыстық іс анықталған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар орталығында өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Оның 53-і есірткі сату болса, 12 іс аса ірі мөлшерде есірткі сақтау дерегі. Заңсыз сауда айналымынан 400 келі есірткі заттары тәркіленген. Бүгінде азаматтардың есірткі қылмысына қатысуын алдын алу, психотроптық заттар ғаламтор жүйелесі арқылы еркін таралуын болдырмау мақсатында интернет желісінде тұрақты мониторинг жүргізілуде. Нәтижесінде жыл басынан есірткі саудасына қатысты 1225 интернет сайттар, әлеуметтік желі парақшалар мен мессенджерлік каналдар анықталып бұғаттауға енгізілді. Сондай-ақ интернет желісінде қылмыстық әрекеттерге пайдаланған 576 банк счеттар бұғатталды. Арман Бейсенбаевтың мәліметінше есірткі өсірген 19 үй анықталған, заңсыз зертханалар жойылған. Соңғы жылдары синтетикалық заттардың саудасы интернет арқылы жүргізіледі. Бұл жағдайға байланысты 50-ге жуық заң бұзушылық анықталған. Синтетикалық есірткілерді жасырып кету закладчик тәсілімен айланысқан 40 адам құрықталып қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Анықталған жұмыстар нәтижесінде Шымкент қаласында өзге өңірлерден есірткі тасымалдаудың және жеткізудің бірнеше арнасы жойылды. Мысалы, Жетісу облысында құрылған есірткі зертханасы жойылып, 3 килограммнан астам синтетикалық есірткі заттары тәркіленді. Оларды әзірлеуге арналған 1 тоннадан астам прекурсорлар тәркіленді. Сонымен қатар жақында ғана осы Алматы қаласынан аса ірі мөлшерде синтетикалық есірткі заттарын тасымалдаған Қарағандының 2 тұрғыны құрықталды. Жалпы 2 килодан астам синтетикалық есірткі заттар тәркіленді. Ресми мәлімет бойынша синтетикалық заттарды жасырғаны үшін 50-ге жуық адам ұсталған. Олардың тең жартысы 18-25 жас аралығындағы жастар.